Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Серік Жұбанисов, Каз көлік каналы. Бүгін достар, Касим Груп құрылыс компаниясына келдік. Бұл жерде көліктері бар сатылатын. Әзірше 5 көлік тұр. Соларды қазір бір шеттен көріп шығамыз, қандай көліктер, қандай бағада тұрған. Және бұл Касим Группта қалай көліктерді үйге ауыстыруға болады, сол туралы да айтып кетеміз. Жалпы көліктеріңіз болса, достар, мысалға Касим Груп білесіздер, үй салат, сол үйлерді алыңыз келсе, осы көліктеріңізді үйге ауыстыруға болады. Бағасы қай жерге дейін жетеді, ар жағын бөліп төлеуге немесе ипотекаға бөліп беруге болады. Және алғашқы төлемі 30%, негізі үй алудың, сол көлігіңіз 30%-ға жетсе де, соны тапсырасызда қалғанын бөліп төлеуге алуға мүмкіндіктер бар. Ендеше көліктерін көріп шығайық бір шеттен. Мынау Ford Transit 2019 жылғы 2.2 дизель механика. Ешқандай проблема жоқ, барлығы тап-таза. Салонда да бір көріп шықсақ болады. Транзит енді бұл 18 адамдық. Адам тасуға өте ыңғайлы, жақсы көліктердің бірі. Ешқандай соғылған, ұрылған жері жоқ. Барлығы таза. Бизнеске алып салып жіберсеңіз болады. Енді екінші тұрған көлікті көрейік, достар. Хаммер. Мынау американский танк деп айтады ғой бұны. Кезінде негрлер өлтіріп мінген көліктер. Қазір де жақсы. Бұл көлік енді неше объем бұның? 6 литр, достар. Мынау ашылмайды екен. Әзірше ешқандай бұда да проблема жоқ. 6 литр. Кім жаңағындай орысша айтқанда пантоваться етіп жүреді дейді ғой. Сондай көліктер мініп алып мінсеңіздер болады. Немесе осындай көліктеріңіз болса, бұны кредитке тапсыруға болады. Бұның бағасы қанша? 7 миллион 500, 7 миллион 500 бағасы, 6 литр. Қай жыл еді? 2003. Мұның бағасы қанша еді? 14 миллион 500. Мұның бағасын айтпаппыз ғой. 14 миллион 500. Достар, тауыр микроавтобус дейді ғой. Toyota Hiace. Мынау қай жылғы еді? Toyota Hiace. Қай жылғы? 2007. Бензин ғой? Газ бензин. 2.7 газ бензин. Бағасы 6 миллион 800 мың, достар. Бұл да вариант алуға. Осындай, достар, бұл да әрине адам тасуға алып жаңағындай бір жерлерге салып қоюға өте керемет. Енді мына жерде қазақтардың жақсы көретін көлігі Toyota Land Cruiser 200 2008 жылғы 4.7 объем. Неше жүріп тұр бұл? 281 мың жүріп тұр, 281 мың жүріп тұр. Бағасы 11 миллион, Бағасы 11 миллион теңге. Мынау ішін түгел планшет қылып тастаған ба? Ішін өзгертіп тастаған екен. Қоңыр әдемі салон екен. Шумкында өлтіріп жасаған сияқты негізі. Қаяқ мынау? Американец па? Европейц. Европейц 200, достар. Және, достар, ең соңғы бұл жерде Sienna тұр екен. Sienna енді жанұялы адамдарға, мысалға, өте ыңғайлы. Көптеген бала шағаны салып алып, қыдырып жүруге өте жақсы ыңғайлы көліктердің бірі Toyota Sienna. Қай жылғы бұл? 2016. Мынау өзі ашылады, көрдіңіздер ғой. Мынау міне алыс жолға кеткенде аяқ тірек қойып, рахаттанып кетуге болады. Пробегі 40 мың жүріп тұр екен, 40 мың километр. 40 мың километр жүріп тұр. Ешқандай проблема жоқ. Бұда да ешқандай соғылған жер жоқ қой. Соғылма. Полный комплектация дейді. Бағасы? 16 миллион. 16 миллион. Негізі 16 миллионға
Достар, жаман емес бұл. Өйткені Америкадан алып келетін болсаңыз да шамамен сол баға шығады. Кеше біздер сөйлестік Америкамен. Осындай бағамен. Барлығы кнопкамен, кнопкамен басасыз, кнопкамен аларды түсіресіз, ешқандай қиналмайсыз. Қайтып бассаңыз қайтып артқа жиналамай еще. Ровный пол. Жатуға болады дейсіз, созылып. Керемет. Мынаны да мына жерде бір кнопка басасыз, өз жабылады. Қазіргі заманның технологиясы. Достар, енді 5 мәшін. Бұл жерде әр уақыт өткен сайын көліктер келіп тұрады, басқа көліктер келеді, бұлар сатылып кетеді деген сияқты. Сондықтан осы жерге келіп, өздеріңіз көздеріңізбен көріп қарауға болады. Жалпы мекен жайы 14-ші шағын аудан, 74 бірінші здание. Дроп бірінші здание. Осы жерге келіп қарап, іштегі кісілерге хабарлассаңыз болады. Нөмірлерін қойып кетем, Инстаграмын, сол жерге кіріп қарауға болады. Ендеше достар, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлығы сіздер үшін еңбек етіп жатырмыз. Және достар, тездетіп 50 000 подписчикке жеткізсек, сондықтан төмендегі қызыл кнопканы басып кетсеңіз болды. Ендеше қош сау болыңыздар.